Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Ассалаумағалейкум. 90-дық теорияның 3-ші бөліміне қош келдіңіздер. Енді біз бұл бөлімде айлық емес, апталық кварталдарға шолу жасаймыз. Яғни біз алдыңғы бөлімде, 2-ші бөлімде біз айлық кварталдарды бөліп, оның ішінде қалай жүреді, біз 2 сценарийді алдық. Біз AMDX және XAMD формациясы. Енді дәл сол 2 сценариймен біз енді оның ішіндегі ай енді бізде 4 аптадан құралады ғой. Дәл солай бір аптаны енді 4-ке бөлетін боламыз. И дәл сол 2 сценариймен жұмыс жасаймыз. Сіздер көресіздер, қалай именно нарық жұмыс жасайтынын. Ары қарай да біз келесі бөлімдерде уже аптаны 4-ке бөлдік. Енді ол аптаны 4-ке бөлген екен бізде күндерден түседі каждый квартал. Енді сол бір күнді тағы 4-ке бөлетін боламыз. Бір күнді 4-ке бөлген кезде 6 сағаттық квартал түседі. 6 сағатты тағы 4-ке бөлеміз. Оның үшін 90 минут, 90 минутты тағы 4-ке бөлеміз. Сол сіздердің көздерін жетеді, нарық дәл солай қозғалатынына. Енді бастайық. Біз қазір аптаның соңындамыз, яғни апта бітті. Бізде бұл 5 күн. Яғни мынау бізде понедельник, вторник, среда, четверг және пятница күні. Білесіздер, апта бізде 5 күннен құралады, 5 жұмыс күні. Ал бізде 4 квартал бар. Енді қалай тартамыз деген сұрақ пайда болса, біз понедельниктен четвергке дейін тартамыз, яғни 4 жұмыс күнін. Уақыт аралық 6 PM-нен 6 PM-ге дейін. Енді бізде аптаны тарттық. Каждый квартал, әр квартал бізде 24 сағат, яғни күннен түсіп тұр бізде. Енді қарайтын болсақ, қандай формация, айтыңыздаршы өздеріңіз. Бұл жерде бізде XAMD болған, неге? Өйткені бізде бірінші расширение, одан кейін аккумуляция, оны манипуляция жасаған хайын. И сол манипуляция бізде лоуында алып тастаған, яғни апталық цельді бізде орындап тастаған. Одан кейін несіге? Дистрибуция өзінің подтверждениесімен лонг кеткен. Енді дәл осы жерді мен келесі сабақтарда түсіндіретін боламын. Уже біз 6 сағаттық кварталға кірген кезде баға неге именно осы хайдалғаннан кейін не үшін лоуына түсті және қандай ол жерде тағы ішінде қандай подтверждениелер болды. Және тағы бір сұрақ, дистрибуция неге шорт бермеді, не үшін лонг кетті? Дәл осыған да сұраққа да жауап келесі бөлімде болады. Яғни сіз әр бөлімнен өткен сайын сіз көбірек ақпарат аласыз рыноктан. Яғни әрбір қозғалысын түсінесіз уже, әрбір встречасын түсінесіз. Сол үшін барлық бөлімді жібермей қараңыздар рет-ретімен. Соңында өте үлкен понимание болады, яғни уже сіз кітап сияқты оқи бастайсыз. Қарасаңыздар, енді жалғастырайық, аптаны қарайық. Апта бізде аккумуляция, яғни бұл бізде вторник күні, 2-ші кварталда бізде Q1 мен Q2 high қалыптастырған. Яғни Q1 high мен Q1 low. Q1 high баға несен Q1 high'ды тазартқан, және Q1 low бізде өзінің ішкі ликвидності Q1 low болып тұр. И бізде целін орындап тастады, арға дистрибуция өз бағытымен кетті. Жұма күнін біз тағы апталық кварталға кіргізбейміз, біз бөлек күндік квартал ретінде аламыз. Олар келесі бөлімде. Ары қарай алдыңғы аптаға өтейік. Дәл солай бізде понедельник, вторник, среда, четверге сағат 6 PM-нен 6 PM-ге дейін тартамыз. Енді қараңыздар. Бұл жерде енді біз қандай формация, сіздер айтыңыздар, AMDX па, XAMD ма? Бұл бізде AMDX. Бізде аккумуляция, манипуляциясы болды хайна. И бізде дистрибуция мен реверсал бізге лоуына дейін апарып берді. Q1 high, Q1 low,
қараңыздар, дәл солай AMDX формациясы. Бірақ енді біз дәл осылай ішінен тағы біз подтверждение сделаемыз, олар бізде уже 6 сағаттық циклдарда болады. Сіздер көздеріңіз жетеді қалай жүретінін, именно баға қалай подтверждение береді шортқа, лонгқа, дәл сол кварталдың лоуына, хайна. Енді білесіздер, баға егерде мысалы 4 квартал болса, бізде баға тек қана бір тренд сияқты восходящий және лонг шорт кете берсе, баға бізде білесіздер, ол кезде бізде міндетті түрде квартал орындалмайды, хайлоу 90-дар лоула шешілмейді. Бірақ бізде осыған болатын алдын ала біле аламыз, біз подтверждение таба аламыз ішінен, яғни оның ішінде 6 сағаттық 90-дар, дәл солай ішіндегі 90-дар бізге подтверждение береді, яғни ішіндегі 90-ның ликвидностін тазартып тастайды да, и баға лонг кете береді. Дәл солай ішіндегі ликвидностін тазартады и лонг кете береді. И дәл солай бізде үлкен цикл емес, оның ішіндегі циклдар подтверждениесін беріп тастайды бізге, яғни лоуға бармайтынына. Оны да қарастырамыз. Бірақ ол алдыңғы бөлімдерде болады. Қазір тек қана апталық кварталды аламыз. Ол бізде AMDX болды. Енді оның алдыңғы аптаға өтейік. Бұл бізде так 1 март пен 5 мартқа дейінгі күн. Так, понедельник, дәл солай вторник, среда және четверг. 6 PM-нен 6 PM-ге дейін тартамыз. Енді қарайық, бізде AMDX ба және XAMD формациясы ма? Бұл жерде бізде пока AMDX болып тұр. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Бірақ бізде қараңыздар, не үшін хайға алмады, дәл бағаны айтқан ситуация. Баға шорт кетіп бара жатыр, бізде контекст шорт. Енді бізге дәл осы хайға бармағанын бізде осы ішіндегі кварталдардың өзінің жауабы айтып тұр, яғни олар келесі бөлімде айтылады. 6 сағаттық кварталдар бізге подтверждение, яғни шорт беріп тұр. Бұл жерде яғни лонгқа барады деп айтып отыр. Егер XAMD формациясын не үшін алмадың деп сұрасаңыздар, бұл жерден XAMD қойып көреге. XAMD келе ма? Егер біз мынаны аккумуляция ретінде алатын болсақ, бізде манипуляция бар ма? Манипуляция жоқ, бізде хайнмен де, лоумен де жұмыс жасамаған мына манипуляция бөлімі. Значит, бұл таза AMDX. AMDX. Енді бұл аптаны көрдіңіздер. AMDX формациясы, бірақ бізде баға дальше жолын жалғастырып кеткен. Ол уже 6 сағаттық кварталдарда жауабы. Енді алдыңғы аптаға өтейік. Алдыңғы апта алты PM-мен 6 PM-ге тарттым, 4 жұмыс күнін. Енді бұл жерде қандай формация болған, бізде дәл солай AMDX формациясы Q1 high, Q1 low. Сіздер бірінші всегда айтайын, бірінші AMDX формациясына қарайсыздар, одан кейін дәл сол кварталда егер AMDX шықпай жатса, уже XAMD-ге өтіп өзгертесіздер. Енді бізде аккумуляция, манипуляциясы болды, лоуына жұмыс жасады, одан дистрибуция жоғары берді, бірақ дистрибуция күні бітті, яғни среда күні біткеннен кейін уже бізде 4-ші квартал бізде. 4-ші квартал не болатын бізде? Продолжение, немесе бізде разворот болатын. Ол кез не болды бізде? Яғни развороты болып кетті бізде. Көрдіңіздер ғой? Бірақ бізде не істеді баға? Осы аккумуляция бізде 2 ликвидностьқа бөлінеді. Яғни сыртқы және 2 сыртқы бізде ол хай мен лоуы сыртқы ликвидность және ішкі ликвидность. Ішкі ликвидность болады бізде дәл осы бір импульстың немесе коррекцияның ішіндегі бір хайы бар немесе лоуы бар коррекция болады. Оны біз мына жерде алсақ болады, мысалы ішкі ликвидность ретінде. Баға хотя бы осы ликвидностьтермен жұмсады, дистрибуция күні бітті, одан кейін бізде 4-ші квартал уже астығай расширение, уже разворот болып кетті, реверсал болды. Дәл солай. Енді қараңыздар, бұл жер түсінікті деп ойлаймын. Бұл апталық кварталдар, біз айлық кварталдан кейінгі апталық кварталдар. Дәл осылай бізде апталық кварталдар бітті, яғни аптаның ішіндегі күндік кварталдар. Каждый бізде бір күндік
кварталдар. Келесі бөлімде біз күндіктің ішіне кіріп 6 сағаттық кварталдармен жұмыс жасап подтверждениелер табамыз. Яғни осы аптада хай-лоумен жұмыс жасай ма, жұмыс жасамай ма, AMD, XAMD қалай пайда болады, уже тағы үлкен подтверждениелер іздейміз. Онда келесі бөлімде кездескенше.